Bir күні мен ағаш астында ял еткенде, иқтибарымны бір қырмызға жәліп етті. Ол өзінен көпке зоррақ ипи кисәген үстірейді. Қай вақыт ол яңғырдан соң жиылып қалған суларына урап ұзарға мәжбүр болды. Қай вақыт өләнлерге әләккен кисәген күйіш түгіп, ғазап шегіп тартып алайды. Бір негеде қарамастан ол ипи кисәген іш қындырмады. Ана кішірек кисәклерге оқыламады. Шулай етіп, шушы үсі күнде әлігі ипи кисәген алып қайтып жеткен уақытта, ол енді зор ара ұзған еді. Әмі аның алдында зор бір қиынлық бар еді. Үйегі зор, ұяға кіру тишігі кішкіне. Нәтижеде, қиынлықлар көріп алып қайтқан ипи кисәген ол ұясын алып кіре алмады. Икмәк, ұя қырыйында ұятып қалды. Бұл көрініш мені кішілер тұғында ойланырға мәжбүр етті. Татар халқы да бейт, кіргенші шығасыңны ойлады. Ішіні башлағаншы, аның ақырын ойлау керектір. Бір түркім қатын қызлар басуға арыш ұрырға келелер. Күлті-күлті ұраларда жерге салып кейбен етіп үйіп мінелер. Қыз балалар арыш арасында өскен қыңырауларының матурлығына сұқланып, олардан тәқиялер өріп кигенлер. Мұна көріп, қыңыраулар матурлықлары білен масайып мақтанырға кірішкенлер. Әммәгіз де көрігіз, біз шондай матур береге арышыны бары біздің ішігіне шештілер. Олар бізні жел яңғырдан, салқынлардан соқлап тұрырға тиіш болдылар. Қазір кереклері қалмағаш әмә жерге ташлайлар дегенлер. Әммә кішілер арышны ташларға ойламайлар да. Күлті етіп бәйләп, ындырға алып қайталар. Аннары башақ сұқтыралар. Тегірмәнді тарттырып, онынан ел бойы тәмілі икмәк пішірәлер. Салқын қышларда туқ тамақлары үшін арышқа рәхмәт оқилар. Әң қыңырауларны исләріне дә түшірмейлер. Матурлық тамақ тойдырмай шул. Үпкәләүшәні яш егет оқытушысы янына келеді. Сіз һәр вақыт шат көңілі, көтәріңкі рухлы. Мені де шондай бұларға үйретігіз әлді. Мұның бір ауырлығы да жоқ дей оқытушы. Кімді болса сені үпкәләтсе, қапшығына бір бәрәңгі солды. Үпкәләген сайын бірәрін үстәп тұрды. Қапшығына бір қайшанда өзіңнен қалдырма деп үйреткен. Егет шулай ішлегенді. Тұра бара аның қапшығы шақты тұлыланған, ауырайған, аны көтәріп еріп егетінің желкелері ауырта башлаған. Әмі барынан да бейгірегі ең бірінші салған бәрәңгілер шіріп, тәмсіз ислер шығара башлаған. Егет түзі алмай қабат оқытушысы янына кеткен. Бұлай болмай шыдар әмәлім қалмады. Сіз бет әр вақыт шат көңілі болашақмын деген едіңіз деп үпкәсін білдірген. Башқаларға үпкәләп ерген орада, сенің көңіліңде де шошы қапшықтағы кібік хәлләр майтарыла. Үпкәләуләр көңіліңде башта ауыр таш болып ұтыра. Аннары бүтіннәйі білен үк шерхи башлай. Көңілің сaf, кәйфін көтәріңкі болсын дейсен, бар үпкәләріңні үткәнде қалдыр. Ұнат, әм рәхәтләніп ешә деген.